күндеріме қымбатты оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақ жазуының дамуы. Оқу мақсаты мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау. Бағалау критерийлері. Мәтіндегі ойды жалғастырады, ой түрткі сұрақтарға жауап береді, ішінара ізденушілік жұмыстарын жүргізеді. Мәтінді мұқият оқыңдар. Сұрақтарға жазбаша түрде жауап беріңдер. Жауаптарды мұғалімге тексеруге жібересіңдер. Екінші тапсырма. Мәтіндегі бас әріппен жазылуы тиісті сөздерді табыңдар. Ережесімен бірге кестеге түсіріңдер. Үлгі бойынша бірінші бағанға бас әріппен жазылатын сөздерді жазасыңдар, ал екінші бағанға сәйкес ережесін жазасыңдар.
Толтырған кестені тексеріңдер. Жарайсыңдар. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқып, қай әліпбиге көшкен дұрыс тақырыбында пікірлеріңді жазыңдар, қорытынды жасаңдар. Дескриптор латын әрпімен жинақы мәтін жазады, өз ойларын дәлелдейді. Орындаған тапсырманы мұғалімге тексеруге жібересіңдер. Рефлексия. Аяқталмаған сөйлемдер. 1 минуттың ішінде сөйлемдерді аяқтайсыңдар. Жарайсыңдар. Үйге тапсырма. Ойларыңды жинақтап, латын графикасына көшу заман талабы деген тақырыпта эссе жазыңдар. Ғалымдар мен қоғам қайраткерлерінің пікірлерін қатыстырыңдар. Сау болыңыздар балалар. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды.